Балалардың аяқтарының даму кезеңдері. Осы видеода балалардың қалыпты физиологиялық аяқтарының формаларын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін толық мұқият қарап шығыңыз. Туылғаннан бастап 1,5 жасқа дейінгі балалардың аяқтары O формалы тәрізді болады. 1,5 және 2,5 жас аралықтағы балаларда аяқ түзуленеді. 3 жас пен 4 жас аралығындағы аяқ X формалы аяқ болады. 7 және 10 жас аралығында аяқ түзуленеді. Бұл видеодағы айтылған ақпараттар қалыпты жағдайда, ал егер сіздің балаңызда жасына және аяқ формасына қарай, сіз дәрігер-врачқа көрсетіңіз. Пайдалы ақпарат үшін осы видеоға лайк басыңыз, өзіңізге сақтап алыңыз және таныстарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен мен дәрігер Нұрулла Айзада Әбдіманатқызы алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісемін.